мамандықтар жайлы да. Жақсы. Бұл жерде қандай мамандықтар бар екен? Нақтырақ айтқанда. Мамандықтардың жауабы. Яғни өрт сөндірушінің, құрылысшының, тігінші, аспаз дейді. Сәуір айы бізде қандай ай? Еңбек қолы және кәсіби біліктілігі. Дұрыс айтасыздар. Ал апта деген сөз қандай? Болашағы зор мамандықтар жоқ, тек болашағы зор мамандар бар. Дұрыс айтасыздар, иә. Демек біздің бүгінгі апта дәйек сөзіміз де біздің тақырыпқа дәл келіп тұр екен, солай ма? Болашағы зор мамандықтар жоқ, тек болашағы зор мамандар бар. Адам өзін алғысы, егер адам ол мамандықты алып кете алатын болса, ол болашағы зор. Туралы әр адамның болашақта атқаратын өз мамандығы болады. Мамандық таңдау бұл өмірдегі маңызды шешімдердің бірі. Адам өз қабілетіне, қызығушылығына қарай мамандықты дұрыс таңдаса, болашақта сол ісінен ләззат алады. Мамандықтың түрлері өте көп. Дәрігер адам өміріне араша түсетін абыройлы маман. Мұғалім жас ұрпаққа білім мен тәрбие беретін тұлға. Заңгер қоғамдағы әділдікті қорғайтын маман. Аспаз түрлі тағам әзірлеп адамдардың көңілінен шығады. Шаштараз адамдардың сымбатты көруіне көмектеседі. Жұмысшы мамандықтар екен. Яғни біз оларды ең қажет былайша айтқанда кәсіптің түрлері ретінде қараймыз. Яғни олар қазіргі таңда жұмысшы мамандықтар жылы деп аталғандықтан, міне біз сол мамандықтарға баса назар аударудамыз. Таңдап қоймай, оны игеру жолында меңгерулеріңіз керек. Ол сіздердің қолдарыңызда, оның болашақ зор болу, немесе оның жоқ болу тек сіздерге ғана байланысты екен. Былайша мен Нұрдәулетке бір мамандықты, сіздер соны оның табуына мынадай айтып қоймай, бір сипаттауларың керек. Ол табу керек. Сіздер жасыруларыңыз керек. Ал Нұрдәулет оны табу керек. Жақсы ма? Болды басқа. Балаларға оқу үйретемін. Жоқ. Сіздер көріп тұрсыздар ма? Иә. Суретші ондай емес пе? Дәл тапты, суретші. Жақсы. Барлықтарыңыз көріп болсаңыздар, ал әрқайсымыз бәрібірде бір мамандық иесі боламыз, солай ғой? Бір мамандықтың иесі атанып, маман атанамыз. Ендеше қараңыздар, мына жаққа сіздер өз ойларыңыздағы қабілеттеріңізді жазасыздар. Сіздер спорт сүйетін адам шығарсыздар, бәлкім есепті жақсы көретін, не болмаса бүткіл қабілеттеріңізді жазасыздар. Ал мына жаққа сіздер таңдаған мамандыққа түсу керек адамның бойында болу керек қабілеттер, жақсы ма? Яғни мысалы мен мұғалім болдым. Мұғалім төзімді болу керек, мұғалім жан-жақты болу керек. Сондай нәрсе жазасыздар. Ал мына жақта өздеріңізде бар нәрсені жазасыздар. Жақсы, келесі Қуаныш жалғастырады. Мен өнер жағына жақын, әсіресе ән жағына өзімді дамытып гитара сияқты аспаптарды үйренгім келеді, және менің даусым әнге жеткілікті деп ойлаймын. Мен өнерді соңына дейін қуып, даусым өте жақсы болғанын қалаймын. Ол үшін көп еңбек ету керек, және өзіме жеке вокалист керек болады. Келесі вазифа. Менде бар қасиет ол шыдамдылық, балаларға деген сүйіспеншілік, өз ойын жеткізе алу, балаларға үйретуге деген ниет, жауапкершілік. Мұғалімге менің болғым келетін маман иесі ол мұғалім. Мұғалім болу үшін ақылды, ынтылық, шыдамдылық, жауапкершілік, төзімділік және адамгершілік. Мамандық ол өнер, өнерге харизма керек, төзімділік және память болу керек. Сосын адамдармен жақсы араласып, тіл табысып болу керек. Жақсы, отыра. Олар әлімжеттік көрсетуші, шебер көруші жеңіп қойған. Егер әлімжеттіктің құрбаны болсаң, естің керек. Ешқашан бұрында қысым көріп жүргеніңді жасырма. Ата-анаңнан, мұғалімдерден, психологтан көмек сұраудан қорықпа. Өзіңді ешқашан кінәлама. Әлімжеттік жасаған адамды ақтама. Адасың басқаларға әлімжеттік көрсетуші болсаң, не білуің керек? Кейбір нәрселер сені үшін күлкілі немесе жай ғана қызық болып көрінуі мүмкін. Бірақ ол әрекеттерің басқа адамның жан дүниесіне ауыр тиетіні әрқашан есіңде бол.
Әлімжеттік сенің болмысың емес. Ол сенің теріс қылықтарың екенін түсін. Әлімжеттік үшін заң алдында жауаптылық бар екенін ұмытпа. Егер біреудің әлімжеттік жасағанын көрсең, не істеу керек? Егер әлімжеттіктің куәсі болсаң, дереу айналадағы ересектерден көмек сұра. Егер сені біреуге қысым көрсетуге немесе оны тамашалауға шақырса, бірге бастар. Егер сенің досың немесе құрбың әлімжеттікке тап болса, онда онымен ашық сөйлесуге тырыс. Себебі ол сенің көмегіңе өте мұқтаж. Естеріңде болсын, әлімжеттік әлсіздік ісі. тақырып қозғалған екен. Буллингтен қорғану. Буллингтен қорғану және Буллингті қарсы алу. жасаушыларды, иә, соны айтып тұр ғой. Яғни буллингті кімдер жасайды дейді? Әлсіз адам. Дұрыс айтасың, әлсіз адамдар. Манағы біреуге буллинг көрсету арқылы өздерін мықты ретінде көрсеткісі келеді, солай ма? Жақсы, енді қараңыздар, біздің мектепте осындай оқиғалар бар ма? Буллинг көрсету. Жоқ. Ал егер болған жағдайда қайдаға барасамыз? 111 сенің телефоны және 7292 осы Маңғыстау облысына қарасты мына сенің телефондарының бірі екен. Ал өмірде буллингке ұшырап көрдіңіздер ме? Болды ма сіздерді біреу ана топтан шығарып шеттетіп деген сияқты оқиғалар? Жоқ, апай. Сіздердің орталарыңыз, ортамен қарым-қатынастарыңыз, байланыстарыңыз күшті ғой демекті? Жақсы. Ал енді біз өзімізден кішілерге қандай ақыл кеңес айтуымыз керек? Мысалы, дұрыс айтасыңдар. Яғни біз өзімізден кішкентайларға, өзімізден мана төмен оқитын, 7 оқитын, 6 оқитын оқушыларға не істейміз? Оларды сыйлап құрметтейміз. Оларға мынадай әлімжеттік жасамаймыз да. Жақсы. Рахмет. Түрлерге неше бөлімдер аяқталды. Рахмет, сау болыңыздар.